Бидай алқабы 2000 гектар, оның 900 гектар сорғы, сосын 200 гектар осы жүгері, күнбағыс, бидай. Бидайдың бірнеше түрі бар. Французский селекцияның бидайлары, Францияның. Жүгері болса, немістердікі, немецкая селекция дейді. Сосын тағы да паровой поле бар. Шығымы жауын-шашын жақсы жауып отыр, осы июль маусым айында жақсы жауындар болып отыр. Шығып атыр, көріп тұрғаныңыздай. Ораққа осы апта жаңбыр жауып отыр, енді келесі апта кепкеннен кейін орамыз. Мен аты-жөнім Абзалов Жээнбек. Мен осы Амангелді агро шаруа қожалығында агрономның көмекшісі болып жұмыс жасаймын. Қазіргі егіншілікке келетін болсақ, біздің Амангелді агрода общий площадь жалпы ауданы 6,5 гектарды құрайды. Оның 2000 гектарына біз сепкен болатынбыз егінге. Енді қарастыратын болсақ, основном бізде сорғы, яғни құмай, одан кейін жүгері, бидай, әртүрлі селекцияда, яғни шетелдік селекцияларда жүргізіледі. Мысалға бізде кукуруза, яғни жүгері, бізде ол американский декалп деп аталады. Ол Қазақстанда ешқайда жоқ десек те болады. А вот артымызда тұрған ол пшеница, яғни бидай. Бұл сорттары көбінесе французский, французско-мукомольные, потом германский, австралийский сорттары бар. Біз бұларды еккен себебіміз, өйткені біз осы ауданға, яғни Батыс Қазақстан облысына келетін өсімдіктерді, яғни адаптация дейді ғой, жерсіндіру ретінде жүргізіп жатырмыз.